Үйге кірген кезде сәлем беріп жымиып кір. Олар сенің келгеніңмен қуансын. Әйеліңнің туған шаңырағын тастап, сенің отбасыңа келгенін ұмытпа. Енді бар өмірін саған бағыштайды. Өзара кикілжің орын алғанда әйелден кешірім сұрап қойғаның еш әбестігі жоқ. Және ішіндегі кейбір жайттарды айып тастауына оған мүмкіндік бер. Біле білсең, осы нәрсе көптеген қиыншылықтардың шешілу жолы, және ол әйеліңнің саған деген құрметін арттырады. Көпшілік ер адамдар әйелді дауыс көтеріп, қорқыту арқылы сыйлатып аламын деп қате ойлайды. Олай емес, керісінше өзіңнен суытып алатындығын ұмытпа. Әйелді мақтау керек, тіпті қарапайым заттарға дейін, мысалы ыдыс аяқтарын, қасықтарын, қол сүртетін орамалына дейін мақтап қоюға болады. Осы кезде сен оның жүрегінен толыққанды орын аласың. Ана әйел мен мына әйелдің ерекше қасиеті бар екен деп оны төмендете берме. Жалпы әйел затында кішігірім қателіктердің жиі қайталана беретіндігін жадыңда сақта. Кейде кемшілігін көрсең де көрмегендей бол. Әйел сенің күндердің күнінде осы мәрттігіңді бағалайды.